Ассалаумағалейкум құрметті көрермен. Бүгінгі видеоның тақырыбы ұлттық спорт ойыны. Қазақтарда көкпар деп аталады, қырғыздарда көкбөрі дейді, тәжіктерде бузкаши дейді, өзбектерде купкари деп аталады. Бүкіл түркі халықтарының ойыны әртүрлі аталса да, биыл Астанада көкпар бойынша тұңғыш рет әлем чемпионаты өтіп жатыр. Ұлы дала елі. Біз болашақтың энергиясына қадам бастық. Бархан даланың дарабоздары. Өр рух пен қайсар мінез тектіліктің тірегі. Астана қазанат атшабары. 20 мен 28 тамыз аралығы. Көкпардан бірінші әлем чемпионаты. Қайратты көкпар, нағыз ердің қайрағы. Бұл көкпарды тіпті Рэмбоның өзі де ойнаған. Көкпардан әлем чемпионатына келген Қырғызстанның құрама командасымен бір дау болған. Ол жаңағы Қырғызстанның командасының жылқылары, артқы аяқтары, төрт аяғында тағаланған болған үшін оларға ойнауға тыйым салынған болатын. Бірақ кейіннен бұл дау шешілді. Сол бойынша Қырғызстанның этнографы Дүйшөн Керимов бір мақала жазыпты, соған назар аударып жүріңіздер. Дүйшөн Керимов, этнограф, ұлттық ойындар бойынша китеп шығарған екен. Бұл мақала, міне, историк Д. Керимов. Что означает көкбөрі, знают все. Что такое көкпар, не знают даже казахские ученые. Деп аталады бұл мақала. Оқысаңыздар, жазған міне. В мире есть только две сборные, способные достойно противостоять друг другу. Это кыргызы и казахи. Қырғызстанның командасы өте мықты команда. Көшпенділер ойынында бірінші орын алған кезінде. О жағынан бәріміз келісеміз. Отношение, проявленное к сборной Кыргызстана, говорит о том, что они всеми путями хотят получить первенство в игре. Есть причина того, почему казахи так делают. В мире по көкбөрі достойными и равными соперниками могут выступить только кыргызы и казахи. Кыргызы – один из древних кочевых народов. Көкбөрі – традиционная игра кыргызов. В эпосе «Манас» в эпизоде «Кокотайдың ашы» рассказывается о состоявшихся масштабных играх кочевников на уровне Олимпиады. С того времени автором игр «Ат-чабыш» и других игр на лошадях считаем кыргызов. Казахи – родственный для кыргызов народ. Наши игроки всегда соперничали друг с другом, сказал историк. Дүйшөн Керимов подчеркнул, что считает неправильным, когда традиционные правила игры меняют. Также ему непонятны причины переименования игры көкбөрі в көкпар. Я спрашивал у ученых Казахстана, почему игру көкбөрі, көк – голубой цвет, бөрі – волк, тотемное животное символ, они назвали көкпар. Понятно, что значит көк, а что за слово пар. Они сами не смогли ответить на этот вопрос. Неправильно, что организаторы мероприятия меняют правила игры. Огорчает, что таким образом спорт они превращают в средство, которое вносит раздор между людьми, ослабляет, а не укрепляет дружбу. В сложившейся ситуации чувствуется ревность и зависть наших соседей. На прошлогодних всемирных играх кочевников я говорил ребятам из сборной по көкбөрі играть гуманно, быть дружелюбными.
Ведь кыргызы великодушный народ. В этом году в Астане проявили такое неправильное отношение, что говорит о том, что они всеми путями хотят получить первенство в игре. С таким отношением спорт никогда не будет развиваться, резюмировал историк. Деп жазылған. Бұл Дүйшен Керимовтың айтқан сөздеріне мен келіспеймін, себебі этимология деген ғылым бар, лингвистика деген ғылым бар. Этимология деген ғылым сөздің шығу төркінін зерттейтін ғылым. Көкпар сөзін алып қарайтын болсақ, қазір сіздерге бір мақаладан мысал келтіремін, соны көріңіздер. Еке, міне 100.000 теңге барып аласың, 100.000 теңге келіп аласың, байрақ көтерілді. Мақала көкпар мен наурыз деп аталады. Көкпар сөзінің этимологиясына келсек, оның негізінен екі нұсқасы бар. Біреуі көкпар сөзінің көк бөрі тіркесінен шыққандығы, алайда түркілер кие тұтатын бөріні құрбан етіп көкпарға тартса не болғаны. Бұл ешбір тарихи, рухани, мәнсіз, қисынсыз жорамал. Екінші нұсқа бойынша көкпар көк бөрте, лақ сөзінен шыққан. Олай болса, ол сол күйінде көк бөрте болып неге өзгермей қалмады. Үндестік жағынан қарағанда көкпар дегеннен көк бөрте немесе көк бөрі күйінде өзгермей қалу мүмкіндігі зор еді. Мәселе көкпар сөзінің бөріге де бөртеге де қатысының жоқтығында, сонымен мәселе пар сөзінде. Пар сөзі жалпы адамзаттық аса ежелгі сөздердің бірі, және ол көп тілдерге жайылғанымен негізгі семантикасын жоймаған пар бөлік. Көз жеткізу үшін бұл сөзге қатысты біршама сөздерге тоқталсақ. Пар екі бөліктен тұратын жұп. Пара, түркше ақша, кесек, бөлік деген мағынада. Пара бір нәрсенің бөлшегі, бөлігі, саласы, үлесі. Бұл жұрттың сөз тыңдамас бір парасы абай. Пара, быт-шыт, күл-талқан, дал-дал бірнеше бөлшекке бөліну. Партия, тауардың не әлеуметтік топтың бір бөлігі. Парша, жіктелгіш, бөлінгіш мата. Паршалау, осу, бөлу, үлестеу. Көкпар сөзінің ежелгі екенін ескерсек, мұндағы пар буыны бұл жерде үлес, сыбаға мағынасында қолданылған. Дәлірек үңілсек, көкпар тіркесі көктің үлесі мағынасында, демек көкпар тарту бастапқы мазмұны бойынша көктің үлесіне, несібесіне таласу болып табылады. Көкпар ойынының әуелгі қазақы нұсқасы бойынша екі тараптың таласы емес, қанша ол ойыншылары қатысса, сонша тараптың тартысы болған. Алайда ол сансыз тарап болуы неғайбыл. Шамасы наурыз кезінде жылға таласқан 12 мүшелдің тартысы көрініс тапқан болуы керек. Сөйтіп 12 тарап қатысқан көкпар тартыс көктің үлесін, сыбағасын 12 ауылға, руға, тайпаға таласуға уласқан сайып келгенде көкпар ойыны да наурыздың қатысынсыз пайда болуы екі талай. Дүйшен Керимовтың айтуы бойынша, осы ат шабыс, бәйге, көкпар деген ұлттық спорт түрлерінің авторы қырғыздар екен. Жаңағы Манас эпосынан мысал келтіреді. Бірақ бұл ұлы түркі елдерінің бәрінде ойналатын ойын. Ауғанстанда, Тәжікстанда қарақалпақтар ойнайды бұл ойынды. Қырғыздар, қазақтар, өзбектер, тәжіктер бәрі осы ойынды ойнайды, бірақ аталулары әртүрлі. Қазақтар көкпар деп атаған себебін сіздерге қазір көрсеттім мақалада, қазір екінші мақаланы көрсетем. Бұл Дүйшен Керимовтың айтқанымен келіспейтін адамдар бізде көп. Қырғызстанда бұл көкбөрі деген атау осы соңғы жылдары 90-шы жылдардан бастап қолданылып жүр. Оның алдында бұл спорттың түрі улақ тартыш деп аталатын. Асқар Құмран деген блогер өз блогында жазғанын оқып берейін сіздерге. Я все понимаю, спорт, эмоции, но нельзя превращать древнюю игру в инструмент раздора между народами. Ладно, когда пишет всякую чушь маргинал с 2 классами образования, но зачем ученому историку бросаться такими словами? Могу отметить, что исторически кыргызы не называли данную игру көкбөрі. Это наименование появилось в 90-е. Если даже мы почитаем кыргызских писателей, особенно великого классика Чингиза Айтматова, то он, описывая көкпар между казахами и кыргызами, не упоминает слово көкбөрі. Это слово в Кыргызстане начало использоваться с середины 90-х, а вообще этимология слова көкпар от көкбөрі, небесный волк, казахские лингвисты стали поднимать еще в 50-е годы 20 века. И всем следом подхватили.
Но это заблуждение, родившееся из-за внешнего сходства слов. Кокбуру – это священный тотем, который имеет свое табу и не может использоваться в забаве. Я отмечу, что в игре используется исключительно туша козла, ни барана, ни овцы и даже не козы. А именно козла. Причем тут наш священный волк? Есть старые подзабытые глаголы «парелеу», «паршалау». Есть древнее определение «паре паресин шығарды», то есть разорвал, разодрал. Отсюда идет и русское название козлодрание. Причем есть древнее определение мифического козла Көксерке. Есть один из символов протюркского рода Ашина – горный козел. Возможно, Көкпар символизирует собой некое жертвоприношение. Кстати, у тех же кыргызских писателей Көкпар называют по-древнему улак, то есть лак, козленок. Не ягненок, не теленок, а именно козленок. И даже не волчонок. Поэтому не стоит голословно говорить о том, что якобы казахи не знают, что такое Көкпар. Само его происхождение от Көкбуры запустили казахские лингвисты, допустив, на мой субъективный взгляд, большую ошибку. Непонимание миропонимания древнего тюрка. И называть Көкпар исключительно кыргызской или казахской игрой – это еще более грубейшая ошибка. Это большое наследие, которое давно уже вышло за пределы тюркского ареала. В завершение хочу искренне пожелать победы сборной братского Кыргызстана на чемпионате мира по Көкпар. Они действительно сильная команда. В комментах прошу не ругаться. Енді осы жерде Көкпар сөзінің нені білдіретінін басын шешіп түсіндік деп ойлаймыз бәріміз. Көкпардың не екенін білмей жүрген адамдар біліп жүрсін. Мен де Асқар Құмыран ағамызбен келсем, Көкбөрі деген бұл қате ұғым деп ойлаймын. Ал Көкпардан өтіп жатқан алғашқы әлем чемпионатына келетін болсақ, орыстардың мәтелі бар ғой, пусть победит сильнейший. Осымен менің видеом аяқталды. Жолдастар, келесі қош кездескенше. Құлағын түр қайшылап қазанаттарың, бақпен бабы сай келсе озат аттарың, ал бұйыртып бәйгенің алдынан келсең, көкке лақтыр бөркіңді азаматтарың. Шаң шығып қара көрінді, арғымақтар алдына дара бөлінді. Топырақты төңкеріп, тарлан жануар қайыстырып келеді қара жеріңді. Ей, айқайла, пай-пайла, думандатып той-тойла, шаңға бөкті айнала, алда кетті қайбала, бас қамшыңды тоқтамай. Ей, айқайла, пай-пайла, думандатып той-тойла, шаңға бөкті айнала, алда кетті қайбала, бас қамшыңды тоқтамай. Шашасына шаң жұқпай шаршамай дара, дүбірінен дүрлікті ән сарайдала, әнеге етіп барады жалға жабысқан, өй, желмен бірге жарысып қаршадай бала. Ей, айқайла, пай-пайла, думандатып той-тойла, шаңға бөкті айнала, алда кетті қайбала, бас қамшыңды тоқтамай. Ей, айқайла, пай-пайла, думандатып той-тойла, шаңға бөкті айнала, алда кетті қайбала, бас қамшыңды тоқтамай. Мұндайдай жаңғырар кеуде, жүлдеңді ал бәйгіңнің алдынан келде. О жаратқан баланы сақтай көрізім, тұлпарды да тұяқтан қалдыра көрме. Ей, айқайла, пай-пайла, думандап той-тойла, шаңға бөкті айнала, алда кетті қайбала, бас қамшыңды тоқтамай. Ей, айқайла, пай-пайла, думандап той-тойла, шаңға бөкті айнала, алда кетті қайбала, бас
камшыңды тоқтама. Қайшылап қазанаттарың, бақпен бабы сай келсе озат аттарың, ал бұйыртып бәйгенің алдынан келсең, көкке лақтыр бөркіңді азаматтарың. Алғи құла шаң шығып қара көрінді, арғымақтар алдына дара бөлінді. Топырақты төңкеріп тарлан жануар, қайыстырып келеді қара жеріңді. Ей айқайла пайпайла, думандатып той-тойла, шаңға бөкті айнала, алда кетті қайбала. Бас қамшыңды тоқтамай. Ей айқайла пайпайла, думандатып той-тойла, шаңға бөкті айнала, алда кетті қайбала. Бас қамшыңды тоқтамай. Шашасына шаң жұқпай шаршамай дара, дүбірінен дүрлікті ән сарайдала. Әмеге етіп барады жалға жабысқан, өй желмен бірге жарысып қаршадай бала. Ей айқайла пайпайла, думандатып той-тойла, шаңға бөкті айнала, алда кетті қайбала. Бас қамшыңды тоқтамай. Ей айқайла пайпайла, думандатып той-тойла, шаңға бөкті айнала, алда кетті қайбала. Бас қамшыңды тоқтамай. Мұндайдай жаңғырар кеуде, жүлдеңді ал бәйгіңнің алдынан келде. Ожаратқан баланы сақтай көрізім, тұлпарды да тұяқтан қалдыра көрме. Ей айқайла пайпайла, думандатып той-тойла, шаңға бөкті айнала, алда кетті қайбала. Бас қамшыңды тоқтамай. Ей айқайла пайпайла, думандатып той-тойла, шаңға бөкті айнала, алда кетті қайбала. Бас қамшыңды тоқтама. Мұндайдай жаңғырар кеуде, жүлдеңді ал бәйгіңнің алдынан келде. Ожаратқан баланы сақтай көрізім, тұлпарды да тұяқтан қалдыра көрме. Ей айқайла пайпайла, думандатып той-тойла, шаңға бөкті айнала, алда кетті қайбала. Бас қамшыңды тоқтамай. Ей айқайла пайпайла, думандатып той-тойла, шаңға бөкті айнала, алда кетті қайбала. Бас қамшыңды тоқтама.